Сәлем, менің есімім Марат. Мен Disney Pixar'дың шығарған жаңа Элио анимациялық фильмінде Хеликстің персонажын дыбыстадым. Атым Куэста, Гомның басшысымын. Хеликс, Веловина басшысымын. Сен ненің басшысысың? Жердің. Жалпы, бұл мен үшін ең алғашқы тәжірибе. Мен алғашқы рет жалпы анимациялық толық метражды киноны дыбыстап жатырмын. Сондықтан бұл мен үшін бір жаңа әлем десек те қателеспеймін. Бұлар мені естіді! Біз ғаламды зерттейміз. Және нағыз арманшылдарды. Сен сияқты. Бұл керемет! Негізі елші Хеликс менің персонажымның есімі, көзқарасы, сөйлеу мәнері өзгеше. Енді өзіммен менен мүлдем бөлек адам деп санаймын. Бөлек персонаж деп санаймын. Бөгде ғаламшарлықтар 4 миллионнан астам адамды ұрлап әкетті деген болжам бар. Бірақ солардың ішінен тек біреуі ғана өзін ұрлауды өтінген. Мен алып кетіңдер! Жалпы қиын болған жоқ. Бірақ мен үшін қиындық тудырған нәрсе ол дауыстың реңін өзгерту. Дауысыңда мүлдем басқаша өзгерту керек деді маған режиссерлар. Сондықтан өзіме бір кішкене біртүрлі болды, шынымды айтсам. Киноны көрген кезде бәлкім менің даусымды танымай қалуыңыз да мүмкін. Неткен қаһармандық. Естідіңдер ме? Бұл жердің басшысы екен. Құрметті достар, 19 маусымнан бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларында Disney мен Pixar'дың Элио атты жобасы жарыққа шықпақ. Сондықтан бүкіл отбасыңызбен келіңіздер, туысқандарыңызбен, класстастарыңызбен біз барлығымыз ел болып осы контентті қолдайық. Элио. Кинотеатрларда 2025 жылдың жазында.